Бүгінгі депутаттық сауалымыз менің ойымша өте маңызды, өйткені қазір мына жәнеден технологиялар дамып келе жатыр ғой. Bir жыл бұрын біз Starlink жүйесін бәр жерге қосыңдар деген сауалдарымызды жасасақ, енді бізде өзіңізге мәлім, алдыңғы жылы 25 жылы шахтада Қазақстан шахтасында үлкен жарылыс болып, сол жерде 7 адам қаза тапқан. Сол кезде біздің фракция осындай сауалмен шыққан. Енді біріншіден жәнегі секілді алыс жердегі мынандай шахта және секілді заводтарға осындай Starlink секілді жүйені қолдануға мүмкіншілік беру. Сол кезде министрлік бізді қолдаған, өйткені ондай жердегі және секілді мынандай жай сет тарту қиын деп. Содан кейін ондай рұқсат берілген. Енді қазір жәнеден технологиялар дамып, мынандай кәдімгі жай телефондар мынандай спутник жүйеге қосылуға мүмкіншілігі пайда болыпты. Сол мәселені мен оқып зерттеп, біздің Билайн компания ғой деймін, былтырғы жылы уже сондай бір өздері тексерулер өткізіп, мынандай жай SMS-ті спутник арқылы жіберуге болады деген. Ондай енді бізде қазір өзіңізге мәлім, біздің территориямыз үлкен болған үшін көп жерде жай интернет емес, жай мынандай жай ұялы сет жоқ. Сол үшін енді жолда неше түрлі оқиғалар болады. Және қыста боран болады, жаздың күні ДТП-лар көп. Сол секілді қарапайым мынандай бір ГАИ және секілді скорый шақыруға мүмкіншілік болмай қалады. Одан басқа таулы мекендерде Алматыда 5 жылдың ішінде 20-дан көп адам қаза тапты. Енді одан басқа және сетке байланысты ма? Сетке байланысты. Енді сізде сет болса, сіз өзіңіз мекен жайыңызды жазып жібере аласыз ғой. Ол жерде сет ұстамағаннан кейін біздің және секілді ДЧС-қа да, және МЧС-қа да оны іздеуге көп уақыт кетеді. Енді сізде және секілді осындай жерде координаттарды жіберіп отырсаңыз, сізді тезірек құтқарады ғой. Сол үшін және секілді және жүйе шыққаннан кейін, және осындай бір технология шыққаннан кейін, оны біз цифрлық министрге тезірек дамытуға және ұсыныс жасадық. Телефонда сос деген ол сет жоқ жерде ол дұрыс ұстамай қалуы мүмкін. Ал мынау жалпы жәнегі спутникқа барады да, спутник уже жәнегі секілді оператор вышка секілді ол қызмет көрсетеді. Ол қауіпсіздік жағынан қалай бізді отслеживать етпей ме? Енді сонда аңдамай ма? Менің ойымша жәнегі секілді қарапайым жай ғана SMS жіберу деген мәселе сіздің өміріңізге бір қауіп қатер төніп отырса, енді мен жәнегі секілді оданша бір адамның өмірін құтқарайық. Енді оны бізге мына Starlink жүйесін жәнегі бүкіл адамдарға жәнегі сол үшін қауіп қатері бар деп көп жылдар бойы қоспай жүр. Жәнегі мектептерге ғана қосты да, басқаларға рұқсат бермей. Ал енді жәнегі қарапайым SMS жазу деген, ол менің ойымша бізден де бір данныйлар кетпейді. Енді ол SMS-тен басқаларға біздің данныйден қолданбайтын шығар оның ішінде.